Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Ақтөбе телеарнасында иман нұры діни танымдық бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Ақтөбе қалалық орталық мешітінің найып имамы Талғат Сейдалиев. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Алейкум. Бүгінгі тақырыбымыз ас берудегі ысырапшылдық төңірегінде болмақ. Жалпы құдайы ас кім үшін беріледі, неліктен беріледі? Осыған алдымен анықтама беріп алсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма бад. Әуелі тақырыбымызға кірместен алдын сіздердің мынау кереметтей иман нұры бағдарламаларыңызға табыс тілеймін. Жұмыстарыңыз өрлей берсін. Енді тақырыбымызға оралатын болсақ, құдайы ас жалпы атының өзі айтып тұрғандай бір Алланың разылығы үшін беріледі. Алла тағаланың мейіріміне, Алла тағаланың рахымына қол жеткізу үшін беріледі. Ал енді кім үшін беріледі дегенге келетін болсақ, өмірден өткен кісі үшін беріледі құдай ас. Барша адамзат баласының өмірге келуімен қоса, оның міндетті түрде соңы бар. Себебі бұл нәрсені біздер қайдан білеміз? Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала көптеген жерде адам баласына белгілі бір уақыт бергендігі жайында, және де сол уақыт сәт келген кезде өзінің құзырына қайтатындығы жайында көптеген аяттар келтірген Алла тағала. Бұлардың баршасынан біздер бүкіл адамзат баласының міндетті түрде соңының болатындығын байқаймыз. Сол бір аятқа тоқталатын болсақ, мысалы, Астаиз билла вали кулли умматин аджал фа иза жаа аджалухум ла ястахируна саатан ва ла ястақдимун. Алла тағала бұйырады. Бұл аяттың мағынасы әрбір үмметтің Алла тағаланың белгілеп берген мөлшерлі уақыты бар дейді. Яғни әрбір үммет дегені бұл жерде сізбенен біз, адамзат баласы. Ол адамзат баласының Алланың белгілеп берген уақыты келген кезде ол пенде бір сәт болсын дейді. Бір сәт болсын ерте, немесе бір сәт болсын кеш, мына дүниеден айырылмай деген. Алла тағала қай уақытты белгіледі, сол уақытта Алланың құзырына қайтады екен. Міне, сол Алланың құзырына қайтқан пенделерге құдайы ас беріледі. Ел аузында құдайы ас деп осылай қалыптасып кеткен бізде. Енді оның негізгі мақсатын айттық. Мынау жалған дүниеде, қамшының сабындай қысқа ғана дүниеде бәлкім пенделікпен біліп жасаған, білмей жасаған үлкенді, кішілі, қате, кемшілік күнәлары болса, Алланың алдына барған кезде Алла тағала сол күнәларын кешірсін деген мақсатпен қабір азабына Алла тағала жолатпасын, қабір азабынан сақтасын деген мақсаттан артында қалған ұрпақтары, ағайын туыс бауырлары сол кісінің атына деп садақа беріп жатады. Міне негізгі мақсат осы екен. Құдайы ас берудің діни үкімі бар ма? Әрине, шариғатымызда құдайы ас берудің діни үкімі бар. Жалпы құдайы ас беру дүниеден өткен кісі үшін міндетті түрде жасалуы қажет фарыз амалдардың қатарына кірмейді. Фарыз амалдардың қатарына. Демек, бұл жерден біздер нені байқаймыз? Егер жасалмаған жағдайда, атқарылмаған жағдайда адам ешқандай күнә алмайды. Алайда біздер Құран кәрімнен, Алла елшісінің айтқан хадистерінен садақа жасаудың, қайырымдылық жасаудың сауапты іс екендігін байқаймыз. Міне, енді мүмкіншілік болса, шамасы жетіп тұрса, сол дүниеден өткен кісі үшін ешқандай ысырапқа жол берместен, қалтасындағы бүкіл қаражасын соған жұмсамастан, орта жолда ұстанып, егер сол садақаны жасайтын болса, онда шариғатымызда бұған ешқандай қарсылық танытпайды делінген жаназа және жерлеу рәсімдері кітабында. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің шығарған осы жаназа және жерлеу рәсіміне қатысты кітабы. Міне осында осы үкімді келтірген. Яғни біз қазақта 40, 100, жылы деп міндетті түрде ұғыммен жасаймыз. Бұл парыз емес, Бұл парыз емес, міндет емес.
атқарылмаған жағдайда ешқандай кісі күнә арқаламайды. Алайда жоғарыда айтып өткенімдей, жасайтын болса, садақасын беретін болса, орта жолды ұстанып, шектен шықпай жасайтын болса, онда ол кісіге оның сауабы барады екен. Бұл тұрғысында шариғатымыз біздерге белгілеп көрсетіп кеткен. Қазақта өлім бардың балын шашады, жоқтың артын ашады деген сөз бар. Расымен де мынау кей жағдайда көреміз, аста төк дастархан, садақаның өзі той секілді өтіп жататындық болады. Осы төңірегінде пікіріңізді білсек. Яғни шариғатымыз жалпы былай дейді біздерге. Ешқашан адам баласының қиыншылыққа түсуін қаламайды. Алла елшісі жеңілдетіңдер дейді. Ауырлатпаңдар. Сүйіншілеңдер, қорқытпаңдар дейді. Қараңыз. Біздерге жеңілдік жасап жатыр. Ешқашан ауырлық қаламайды екен шариғатымыз. Және де халқымызда керемет қанатты сөз бар. Жан қайғысы болған үйде мал қайғысы болмас дейді. Керемет сөз. Бұлардың баршасы шариғатымыздан алынған, қарап отырсаңыз. Сондықтан да осындай Алла елшісінің айтқан сөздерін ескеріп, енді бай бақуатты кісілер үшін дүниеден өткен ағайын туыс жақындарына жетісін беру, қырқын беру, немесе жылдық асын беру, оған жаңаға ірі қара жаңаға мал шалу құрбандыққа, және де дастархан үйіп төгіп жасау, ол бай бақуатты қалталы кісілерге еш нәрсе болмауы мүмкін. Ал оны көрген мынау әлеуметтік жағдайы төмен немесе орташа кісілер оларды көріп міндетті түрде оларда жасағысы келеді. Дәл сол секілді. Сондықтан да бұл мәселеде ешқандай бақталастыққа кірмей, Алланың разылығына қол жеткізу мақсатында ешқандай асқақтатпай, бұл бір той емес, бұл бір қуаныш емес. Сондықтан ол жердегі негізгі мақсат көпшіліктің келіп тою емес ол жерге. Көпшіліктің келіп сол жерге Құранға қатысуы, сол жерге батаға қатысуы, дұғаға ішінде бірге болуы. Сондықтан да осы жайттардың барлығын ескере отырып, біздің шариғатымыздың, діни басқармамыздың бекіткен ас мәзірлерін негізге ала отырып, құдайы астарды өткізгеніміз абзал болады деп есептеймін. Ал садақа дастарханына кететін қаржыны есептеп, оны өзге игі іске жұмсаса, марқұмның атынан, бұған не делінген? Олай да болады. Оның да сауабы міндетті түрде марқұмға барады. Марқұмның атын атап тұрып, егер сол дастарханға кететін қаражатты делік бір жағдайы өте төмен отбасыларға, көп балалы аналарға, ет жей алмай отқандарға, ас жей алмай отқандарға, немесе жалғыз басты көп балалы жаңағы жалдамалы пәтерде тұретін ақысын төлей алмай отқан жалғыз басты аналарға деген сияқты жағдайы жоқ мұқтаж жандарға мынау менің дүниеден өткен жақынымның атына берген садақам болсын, сол кісіге сауабы тисін, Алла тағала ол кісіні өз рахымына, кеңшілігіне алсын, соның атынан беріп жатырмын. Сіз де менің жақынымның атын атап өзіңіздің дұғаңызға қосып қойсаңыз деп беретін болса, ол әрине болатын іс. Жаңа ысырап жайында айтып өттіңіз. Осы ысырап төңірегінде ғибратты оқиғалар бар ма? Әрине, ысырап төңірегінде ғибратты оқиғалар жетерлік. Оның бірнешеуіне тоқталып өтсек, Аббасидтер заманындағы халифалардың бірінің бір жеке дәрігері болған екен. Сол дәрігерден насрани бір кісі келіп сұраған екен. Сіздердің кітаптарыңызда, яғни Құранда айтып отыр ол жерде, кітаптарыңызда медицина жайында бір нәрсе жазылған ба деп сұраған екен. Сонда әлгі халифаның жеке дәрігері ол кісіге Алла тағаланың Араф сүресінің 31 аятында «Истағфирулла, кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин» деген аятты оқып берген екен. Бұл аяттың мағынасы ішіңдер, жеңдер, алайда
ысырапқа жол бермеңдер. Өйткені Алла тағала ысырап еткен пенделерін сүймейді, жақсы көрмейді деген екен. Осы аятты оқып берген екен. Сәл тоқтап, ойланып, одан кейін келесі сұрағын қойыпты. Сендердің пайғамбарларың не қалдырған бұл жөнінде, бұл төңіректе деп сұраған екен. Сонда әлгі кісі оған да былай деп жауап беріпті. Алла елшісінің мынандай керемет сөзін айтып беріпті. Расында адамзат баласының асқазаны ол бүкіл дерттің орталығы депті. Алла елшісі. Бұны естіп көріп жүрген боларсыздар. Ал ораза ұстау болатын болса, сол дерттің, дәрі-дәрмектің ең бастауы деген екен. Олай болса, сол дерттен айыққыларыңыз келсе, ораза ұстауды әдетке айналдырыңыздар. Деп әлгі кісіге біздің пайғамбарымыз осындай өсиет қалдырған деп жауап берген екен. Сонда әлгі насрани кісі аң-таң болып, сіздердің кітаптарыңыз және де пайғамбарларыңыз қысқа ғана қайырып медицинаның барлығын тізбектеп беріп кетті деп таң қалған екен. Жалпы Алла тағаланың жіберген кітабына және де пайғамбардың осы тұрғыда айтқан өсиеттеріне таң қалған екен. Және де тағы бір керемет ғибратты оқиғалардың бірі, Сүлеймен деген пайғамбар өткен, баршамыздың білетін. Ол кісі бүкіл жан жануарлардың, құстардың тілін түсінетін болған. Бір күні құмырсқаның жаңағы белінің соншалықты жіңішкелігіне таң қалып сұрапты. Сенің осы беліңнің жіңішкелігінің сыры неде деп Сүлеймен пайғамбар. Сонда былай деп жауап беріпті. Бұл менің үнемшілдігімнің және де қанағатшылдығымның белгісі деп жауап берген екен. Сонда Сүлеймен пайғамбар былай депті. Оны қалай дәлелдейсің? Қалай дәлелдейсің оны? Сонда жаңағы құмырсқа айтқан екен, мен бір жылда бидайдың бір дәнімен бір жылымды өткізем деген екен. Сонда Сүлеймен пайғамбар оны сынамақшы болып, бір шишаға бір бидаймен салып, бір жыл қамап қойған екен. Бір жыл уақыт өткеннен кейін келіп қараса, әлгі құмырсқа бидайдың жартысын ғана жеген екен. Жартысын ғана. Аң-таң болып түсінбеген ғой, сұрапты. Неге бұлай жасадың? Сен бір жылда бір дән жейтін едің. Қазір бір жыл өтті арадан, неге жартысын ғана жедің деп сұраған кезде, құмырсқа бұлай деп жауап беріпті. Егер де сіз мені ұмытып кетіп, келесі жылға өтіп кетсеңіз, мен келесі жылға азығымды алып қойдым деп жауап берген екен құмырсқа. Енді бұл бір ғибратты бір оқиға. Біздердің бұл жерден алатын мысалымыз, ғибратымыз сол құмырсқаның мысалындай, сол құмырсқадай үнемшіл болу, қанағатшыл болу және де ешқандай ысырапқа жол бермеу екен. Түсінікті. Жаңа Құдай ас төңірегіндегі мәселеге тағы да оралсақ, кейде көріп жатамыз, осы Құдай асқа барған кезде дүнияуи әңгіме айтып, дастархан басында бір-бірімен шүйіркелесіп отыратын ағайындарды. Енді түсінеміз, айына бір кездесетін шығар, жылына бір кездесетін шығар. Дей тұрғанмен де бұндай жерде қалай ұстаған жөн өзін-өзі? Енді бұл өте керемет, өте орынды сұрақ болды. Себебі біздерде сол Құдай астың ортасында, сол көпшіліктің ортасында жүрміз. Бұл нәрсені біздерде байқаймыз, сіз айтқан нәрсені. Енді жалпы ол кісілерге айтарымыз, біз кей кезде сол дастарханның басында да айтып жатамыз. Сіздердің бұлай шүйіркелесіп әңгімелескендеріңіз, кейбіреулерін байқайсын, өздерінің бизнестерін, жаңағы жұмыстарын талқылап, дауыстары шығып, кей кезде жоғары дауыспен күліп айқайлап жатады. Оны да байқап жатамыз шеткі бөлмеде, арғы бөлмелерде. Сондықтан ондай кісілерге айтарымыз, бұл әдепсіздік болып табылады. Үй иесіне құрметсіздік болып табылады. Сіз ол жерге бір әңгімелесуге келген жоқсыз. Ол жерге бизнесіңізді қозғауға келген жоқсыз. Ол жер көпшілік ортам. Сондықтан сол көпшіліктің арасында мейлінше әдепті сақтап, мәдениеттілікті сақтап, сол жерде міндетті түрде имам бір-екі ауыз уағыз насихат жүргізеді.
астан алдын немесе астан кейін бата қайырады, Құран оқиды. Міне сол имамның айтқан уағыз насихатына құлақ беріп, соны тыңдап, бата жасағанда, Құран оқыған кезде іштей әмин деп, сол дұғаға қосылып, мейлінше әдептілікті сақтап отырған жөн. Себебі біз ол жерге дұғаға қатысайық, қанша уақытымызды бөліп, қанша жұмысымызды тастап келіп отырмыз, соның сауабын алайық деп біз де келіп отырмыз, дұрыс па? Сондықтан, егер сол жерге келген кезде біз өзіміздің әңгімемізді айтып, бизнесімізді қозғап кететін болсақ, ол жерден біздер сауап емес, бәлкім күнә да арқалап кетуіміз бек мүмкін екен. Сондықтан да ондай әрекеттерден мейлінше ұзақ болған жөн болады. Қазір қайтқанына 10 жыл болды, 20 жыл болды деп, 30 жыл болды деп ас беретіндер көп. Енді жағдайы дүниесі жеткеннен кейін бұндай үрдісті көп байқаймыз. Қазақ тарихында да бар. Құнанбайдың әкесі Өскенбайға берген асы, анау құлагер бәйгеден шабатын орта жүздегі белгілі бидің асы өте көп кездеседі. Бұндай дүркіретіп ас беру төңірегінде пікіріңізді білсек. Әрине, кісі дүниеден өткеннен кейін 1 жылға дейін біздің жаңағы шариғатымыздың бекіткен талаптарын, діни басқарманың бекіткен талаптарын сақтай отырып, ысырапқа жол берместен, жаңағы 7-сін, 40-ын жылдық астарын беруге болады, ысырапқа жол берместен. Ал кейінгі уақыттарда 5 жылдығында, 10 жылдығында, сіздің айтқан 15 жылдығында деген секілді, оларда біраз дастарханын кеңірек жайып, ауқымды түрде өткізе болады. Алайда айтқанымдай, ол жерде де қатты ысырапқа берілмеу қажет, міндетті түрде. Бірақ 7-40 жылдық асына қарағанда ауқымдырақ қылып өткізуіне, көпшілікті шақырып, дастарханын мейлінше молырақ қылып, жаңағы жайып, ірі қарасын, егер шамасы жетсе әрине, оған мүмкіншілігі болып тұрса, олай жасауға шариғатымызда ешқандай қарсылық танытпайды. Бірақ бүкіл талаптарды сақтап, соның төңірегінде болу керек. Алғысымызды айтамыз студиямызға келіп ой пікіріңізбен бөліскеніңізге, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Сіздерге де рахмет. Қымбатты көрермен, Иман нұры діни танымдық бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.